Сәлем баршаңызға. Бүгін өте оңай қырыққабаттан салат жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі қырыққабат, сәбіз, сарымсақ, аскөк, зәйтүн майы, тұз, дәмдеуіштер. Бірінші қырыққабатымызды турап аламыз. Осылай жұмсақ жерлерін алып, 4 бұрыш қып турап аламыз. Осылай 4 бұрыш қып турасаңыздар, салаттарыңыз әдемі көрінетін болады. Осылай бір келкі қып 4 бұрыш қып турап алыңыздар. Мен бұл қырыққабаттың жартысын ғана жасадым, ал сіздер барлығын жасауыңызға да болады. Маған қанша кеткенін осы видеоның астына жазып қалдырамын. Бұл салатымызға қияр және болгар бұрышын турап салсаңыздар өте дәмді болады, бірақ мен осы рецепті салғым келді. Осылай жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міне қырыққабатымыз дайын. Енді үстіне кішкене тұз сеуіп, қолымызбен араластырамыз. Арасында осындай бірігіп қалғандарды ажыратып аламыз. Мен бөлек ыдысқа салып, қолыммен араластырып қойдым. Жақсылап араластырып қоясыздар. Сәбізімізді де үткіштен өткізіп аламыз осылай. Бұны да бөлек ыдысқа салып алдым, үстіне кішкене тұз салып, қолымызбен мұжып аламыз. Аскөгімізді де қатты ұсақтамай турап аламыз. Сарымсағымызды да осындай ұсақ үткіштен өткізіп аламыз. Міне енді салатымызды жинайтын боламыз. Қырыққабаттың үстіне сәбіз саламыз, және сарымсақ саламыз, аскөк саламыз, сәбізге арналған дәмдеуіш және паприка, сұйық май немесе зәйтүн майын қосасыздар. Мен зәйтүн майын қостым. Енді жақсылап араластырамыз. Бұл салатымызды жасап қойсаңыздар, 1 апта, 2 аптаға дейін шыдап тұра береді. Тұрған сайын әдемі салат болады бұл. Сосын жақсылап тағы да қолмен араластырып алыңыздар. 3-4 сағаттан кейін жей беруге болады. Міне салатымыз да дайын. Қарап тұрғандарыңыздай өте оңай. Осылай жасап жақындарыңызды қуанта беріңіздер. Ал маған тіркеліп кетіңіздер және лайк басыңыздар. Сіздермен болған Зарина.